Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен Тасболатова Ақмарал. Мен сіздермен бүгін BP компаниясының екінші өнімі Акселер 8 жайлы айтатын боламын. Жалпы оның құрамы қандай пайдалары бар, қандай артықшылықтары бар. Бұл Акселер 8 өнімі LF8-ден кейінгі екінші шығарылған өнім. Бұл 2018 жылдың қаңтар айында шықты. Бұл Акселер 8-де екі капсуладан тұрады, яғни күлгін және де ақ капсуладан. Күлгін капсуласының бізге оның берер пайдасы, ол біздің ішкі құрылысымызды тазалауға арналған. Яғни бізге бірінші ішкі құрылысымызды шлак токсиндерден тазалап, және де ас қорыту жүйемізді ретке келтіріп, дене салмағымызды тұрақтандырып, яғни артық салмақтан арылтып, және де микрофлорамызды ретке келтіруге арналған. Ал ақ капсуласы ол біздің ол да артық салмақтан арылуға жақсы көмектеседі, әрі ұйқымызды тыныштандырады, және де ағзамызға қалыпқа келтіреді, және ішкі процестерімізді жақсартады. Бұл өнімді біз жатар алдында ішеміз, ұйықтардың алдында 10-15 минут бұрын ішеміз. Және де осыны сіз іше отырып, өзіңіздің теріңіздің әдемі болуын, деніңіздің сау болуын, және де ағзаңыздың жақсы болуын қадағалайсыз. Енді бұл күлгін, яғни фиолетовый капсуласының берер пайдасы, бұл біздің денемізді қалыпқа келтіреді, және де ішек микрофлорамызды ретке келтіреді, ас қорыту жүйемізді ретке келтіреді, және ішкі құрылысымыздың барлығын шлак токсиндерден тазалайды. Бұл бізге сергектік береді кешке дейін, және де созылмалы шаршау сезіммен күреседі, және иммундық жүйемізді көтереді. Бұл күлгін капсуланың артықшылықтарына келетін болсақ, құрамы әрине толықтай табиғи, және де денсаулыққа ешқандай зияны жоқ, керісінше нағыз өте пайдалы. Капсуланы ішкенде ешқандай жағымсыз әсер алмайсыз, яғни побочный эффект дейді ғой. Мысалы, біз аптечный дәрілерді ішкенде барлығында побочный эффекті болады. Ал бұны ішкенде сізде ешқандай побочный эффект болмайды. Депрессия және әлсіздік пен шаршау сезімі болмайды. Және де үнемі өзіңізді сергек сезініп, жұмыс істеу қабілетіңіз артады. Қабылдау барысында ешқандай денсаулыққа зиян келтірмейді. Міне енді осы күлгін капсуласының құрамына келетін болсақ, 3 түрлі құрамнан тұрады, яғни ас қорыту жүйесіне арналған құрам, және де дене салмағын тұрақтандыратын қоспа, және пребиотик, пробиотик энзимдердің қоспасынан тұрады. Бұл ас қорыту жүйесіне арналған қоспасының құрамында гумин қышқылы бар, мүкжидек глюкоза бар, бақбақ тамыры, имбир, жалбыз тікен алтай және белсендірілген көмір. Бұларды өздеріңіз естіген боларсыздар, кәдімгідей табиғи шөптер. Имбирдің өзінің пайдасы адамға ағзасына берер өте көп. Яғни бұл азуға да көмектеседі, құрамында барлық витаминдер де бар. Және де сіз бұл ас қорыту жүйесіне арналған қоспа біздің асқазан ішек жолдарымыздың барын тазалап, асқазанымыздың жұмыс істеуін, асқазан ішек жолдарының жұмыс істеуін ретке келтіреді. Келесі дене салмағын тұрақтандыратын қоспаның құрамында сена сығындысы бар, ала тікен ырыстары опша, және де алоэ вера, тұтқыш жегішін қабығы, яғни кора скользкого вяза. Бұл да белгілі шөптер, гүлдер, байқаған болсаңыздар, бұл алоэ вераның өзі де бізде қазіргі уақытта отдельно бөлек сатылады. Оның өзі де оның да пайдасы адамға берер өте күшті. Яғни бұл дене салмағын тұрақтандыратын қоспа біздің ағзамызды артық майлардан арылтады, яғни ыдыратады майларды. Және де салмақ қосамай жүрген адамдарға дұрыс ет бұлшығы жинауға көмектеседі. Және де бұл әрине шлак токсиндерден тазалайды біздің ішімізді. Келесі пробиотик, пребиотик энзимдердің қоспасы. Оның құрамында яғни пробиотиктер бар, және де тірі бактериялар, және энзимдер, сена таяқшалары, топинамбур және де подорожник.
Пробиотиктер олар біздің жаңа микрофлорамызды ретке келтіреді, ішкі құрылысымызды, яғни тоқ ішегімізде жұмыс жасайды бұлар. Біздің вирустарды, тоқ ішегімізде вирустарды өлтіре отырып, және де өзіміздің сау бактерияларымызды сақтап қалады. Бізде антибиотик ішетін кезде бізде әрине ол біздің өзіміздің сау жасушаларын вирустармен қоса сау жасушаларымызды да өлтіріп кетеді. Ал бұл бізде керісінше вирустарды ғана өлтіреді, ал сау жасушаларымызды күшейтеді. Міне осындай қасиеті бар. Және де мысалы сіз осы өнімді іше отырып, акселер 8-ді сіздің ішкі құрылысыңыз қалыпқа келеді, және де бізде ағзамызда жылдап жиналған шлак токсиндер болады. Соның бәрі тазаланғаннан кейін бізде витаминдердің сіңірілуі 100% болады екен. Яғни білетін болсаңыздар, бізде витаминдер тоқ ішекте сіңіріледі. Сол себептен ал бізде тоқ ішегіміз жаңағыдай шлак токсиндермен, құмалақтармен толып қалған болған жағдайда сіңірілу 100% болмайды. Сол себептен біздің ағзамыз тазаланған кезде витаминдердің сіңірілу 100% болып, біз өзімізге күнделікті бір күндік азығымызда толығымен ағзамыз сіңіреді. Міне осындай құрамы бар. Енді акселер 8-дің ақ капсуласына келетін болсақ, ақ капсуласының берер пайдасы бұл біздің ұйқымызды ретке келтіреді. Яғни ұйқы кезінде біз табиғи салмақ тастаймыз. Өте жалқау адамдарға өте керемет деп ойлаймын. Себебі сіз өзіңіздің ағзаңызға зиян келтірмейсіз. Кейбір адамдар диета ұстап, жаңағыдай тамақ жемей өз ағзасына зиян келтіріп жатады. Олай дұрыс емес негізінде. Ал бұл өте керемет. Сіз өзіңіздің күнделікті жеп жүрген тамағыңызды жей бересіз, ал ұйықтап жатып, сіз ағзаңыз аза береді. Өте керемет деп ойлаймын. Және де бұл ақ капсуланың пайдасы ол ұйқымызды тыныштандырады. Яғни таңда сергек оянамыз және ұйқысыздықтан, үзілісті ұйқыдан арылтады. Өмірлік күш-қуат береді, энергия береді. Және де ағзаның жасушалық функцияларын және гемостазын қалыпқа келтіреді. Бізді табиғи азықпен жасушаларды қанықтырады, еркін радикалдардан қорғайды, денемізді антиоксиданттық қорғаныстан нығайтады, және де біздің ұйықтап жатқан кезде жасушаларымызды оттегімен байытады. Ұйқының үздіксіздігін және оның сапасын жақсартады. Ақ капсула бұл артықшылықтарына келетін болсақ, бұның да құрамы әрине толықтай табиғи, денсаулыққа ешқандай зияны жоқ. Өзіңізді жоғары тиімділік және салмақ тастаудың жылдамдығын байқайсыз, және де жағымсыз әсердің болмауы, яғни побочный эффектісі жоқ. Және сіз үнемі өзіңізді сергек сезініп, ұйқыңыздың жұмыс істеу қабілетіңіздің артқанын байқайсыз. Ойлау қабілетіңізді жақсартады. Тәулік бойы салмақ жоғалтасыз, және де қабылдау барысында ешқандай денсаулыққа зияны жоқ. Ақ капсуланың құрамына келетін болсақ, 3 түрлі қоспадан тұрады. Яғни терең ұйқыға арналған қоспа, стрессті жеңуге арналған қоспа, және де өмірлік күш-қуатты нығайтуға арналған қоспа. Терең ұйқыға арналған қоспасының құрамында магний цитраты, кальций цитраты, ниацинамид, мелатонин, хмель және валериан тамырының сығындысы бар. Келесі стрессті жеңуге арналған қоспаның құрамында ашваганда, элтианин, лимон бальзамының сығындысы және пассифлора сығындысы кіреді. Өмірлік күш-қуатты нығайтуға арналған қоспасының құрамында мультивитаминдердің барлық қоспасы бар, кальций цитраты бар, магний цитраты бар және де қара бұрыш сығындысы бар. Яғни сіз осы акселер 8-ді іше отырып, сіз бір күндік өзіңізге керекті барлық витамин, мультивитаминдердің барлығын, макро-микроэлементтердің барлығын ағзаңыз алады, өзіне керекті витаминдердің бәрін сіңіреді ағза. Нәтижесінде денсаулығыңыз жақсарып, сіз әртүрлі аурудың алдын аласыз.
Міне осындай кереметтілігі бар. Яғни сіз фиолетовый капсула ішіңізді тазалайды, ақ капсула сіздің ұйқыңызды тыныштандырады. Мінекей достар, негізі көп адамдар түсіне бермейді. Яғни LF8-ді көп адамдар біледі. Жаңағыдай жақсы денсаулыққа көмектесетінін, ол клеточное питание екенін. Ал Axeler 8-ді көп адамдар әлі көп біле бермейді. Негізінде бірінші Axeler 8-ден бастаған дұрыс. Неге? Себебі біз бірінші жылдап жиналған тоқ ішегімізде жиналған шлак токсиндердің бәрін ағзамыздан шығарып тазалауымыз керек. Содан кейін барып LF8-ді ішкенде, LF8 уже біздің ағзамызды емдік қасиетке, емдеуге көмектеседі. Сол міне достар, осы Axeler 8 өніміне ұнаса сіздерге тапсырыс берсеңіздер болады. Яғни тапсырыс беру үшін 3 қадам жасау керек. Интернет дүкен арқылы тіркелесіздер және де тапсырыс бересіздер және тапсырысты почта арқылы аласыздар. Әрине түсініксіз болып жатса, қалай мен беремін деп сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында тіркелу ссылкасын қалдырамын, ашып өздеріңіз тіркелсеңіздер болады. Ал оғанда тіпті мен интернетті түсінбеймін деушілер болса, онда менің номеріме хабарлассаңыздар болады, немесе WhatsApp желісіне шықсаңыздар болады. Міне достар, осы видео сіздерге пайдалы болса, ұнаса, онда менің видеома лайк бассаңыздар болады, және де өз комментарияларыңызды қалдырсаңыздар болады. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.